Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерді бүгін тағы да бір керемет бір сайтпен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін біз Google-ға кіреміз. Кез келген браузерға кіріп, поисковойда, яғни іздеу жолағында чики-пуки деп жазасыздар. Орысша жазсақ та болады, негізі чики-пуки сайт деп жазсақ шығады. Мінекей, генератор логических заданий для детей деген сайт шығады. Осыған шертіп, бірінші сілтемеге кіреміз. Бізге осындай сілтеме ашылады. Енді мына жерде кабинет деген, яғни мен уже өзімнің жеке бетіме кіріп қойдым. Енді бұл жерден шығып тастап, ең бірінші жаңағындай не жасау керек болады? Бірінші тіркелу керек болады. Мына жерде войти деген болады. Тіркелесіздер, өздеріңіздің почталарыңызды жазасыздар, жаңағы аты жөндеріңізді, телефон нөмірлеріңізді жазасыздар, барлық данныйларыңызды көрсетіп, сіздердің электронды почталарыңызға жаңағы аккаунттарыңызды дәлелдеп көрсететін хат келеді. Ол хат көбінесе спам деген папкаға түседі екен, болмаса входящийде тұрады. Соған кіріп, активация почты деп жасайсыздар, осы сайт бізге ашылады. Бұл сайттың бір жақсысы, жаңағы дайын логикалық тапсырмалар, мұны библиотека заданий дегенді бассақ, мына жерде бізде қаншама тапсырмалар тұр мінекей. Орыс тілінде, енді бұл орыс Ресей халқының сайты болғаннан кейін, орыс тілінде қазақшаға аударылмайды екен. Библиотека заданий дегенге кіреміз. Лабиринты деген жерде мінекей лабиринттің түрлерін жасап қойған. Түрі. Простой лабиринт бар, балаға мысалы болып қалады ғой, бір бала тапсырманы тез орындап қояды, сосын бос отырады. Сондай кезде осындай тапсырманы қолына бере салсаңыз, шығарып, мейлі ол орыс тілінде болсын, мына жеріндегі, егер ондай тапсырманы алдын ала дайындап қоям десеңіз, мына жеріндегі сөзін қазақшаға айналдырып, өзіңіз құрап шығарып қойсаңыз да керемет дүние екен. Мінекей мысалы, мына жерде выберите параметры деп тұрады. Маленький, средний, большой. Среднийін алып, ориентация страницы. Книжный ма, альбомный ма таңдайсыз өзіңізге қандай. Добавить лист с ответами дейді. Создайтты бассақ, бізге мінекей осындай үлкен қылдырып лабиринтті шығарып берді. Открытті басамыз. Открытті басқаннан кейін, міне қараңыз, альбомный бетте бізге мінекей осы лабиринттің нұсқасын шығарып берді. Мен қазір бетті кішірейтіп көрсетейін. Қараңыз, қай жерден, мына жерден кіреміз, осы жерден кіріп, мына жақтан шығу керек. Бала осы жолды сызып көрсетсе болады, мына жаққа аты жөнін және күнін жазып. Мінекей бізде жауабы, қалай дұрыс жүру керек жауабы тұр. Бұл PDF форматта өзіңізге жүктеп алсаңыз да, немесе баспаға шығарсаңыз да болады. Кеттік әрі қарай. Создать еще раз дегенді басамыз. Крестикпен жауып, библиотека заданияға барайық. Бұл тек қана бір лабиринттің түрі ғана. Мына жақта лабиринттің түрі бар. Математический лабиринт дейді, қараңыздар. Числовой лабиринт дейді. Бірақ бір носы бұл енді орыс тілінде болып тұр. Орыс тілінде, астыңғы жағында даже сол неге тапсырмаға мінекей жазылған. Видео түсіндірмесі бар, және басқа да соған ұқсас тапсырмалар бар екен мінекей. Сол сияқты. Енді библиотека басқа заданияларына көрейік. Мысалы, письмо дейді. Школьные прописи дейді. Мына жерде тағы да бір несі, біз енді қазақ тіліндегі мұғалімдер, қазақша сыныптарға енді сәл қиындау болады. Бірақ сонда да осы әріптерді ең болмаса көрсетіп, бала қосымша балаға тапсырма беремін дегендерге бұл платформа өте керемет екен. Печатные прописи дейді мысалы. Лабиринт из букв дейді. Мінекей, осындай. Мына жақтардан параметрлерін өзіңізге қоясыз. Енді мен мына жаққа қазақ әріптерін жазып көрген едім, болмайды екен. Шрифтті бәрібір оқымады қазақшада. Библиотека заданияға қайтып барамыз. Мінекей мына жерде письмо деген сравнение дейді. Сравнение с точками дейді.
яғни қандай, мына жақ пен мына жақты, қайсы үлкен, қайсы кіші деген сияқты мінекей. Сортировка и поиск дейді. Мынаның көлеңкесін тап деген сияқты, әсіресе бастауыш сыныптарға өте жаңағындай. Немесе балабақшаға баратын біздің нелер болса, апайларымыз болса, балабақшада беретін, сол кісілерге таптырмас көрнекілік құрал екен мінекей. Логикалық тапсырмалар бір, короткий час дейді мінекей, одинаковое количество дейді. Яғни бірдей санды табасыздар, найди, раскрась дейді мінекей. Цветные цифры дейді. Математические упражнения, яғни бұл жерде мінекей. Балаларға, орта буындағы балаларға да беріп қойса болады, 5-ші сыныптарға. Мінекей произведение частное дейді. Посчитай, зачеркни, посчитай, обведи дейді. Енді бір үлкен минусы ол бізде орысша болып тұр, бірақ сонда да осы тапсырманы алып, мына жоғарғы жағын қазақшаға аударып қойып жасап алуға болады. Қазақ сыныптарына да солай беруге болады. Және жауаптары тұрар, жауаптарымен бірге жаңағындай жүктеп аласыздар. Мінекей, библиотека, математические головоломки деген бар мінекей. Бір шертсем кіріп кетеді екен. Мінекей, головоломки, мінекей, реши последний пример дейді. Яғни ең соңғы пример қандай болады? Мынандай болса, мынандай болады дегендей. Өте жақсы екен. Сол, әріптестер, игіліктеріңізге жарасын. Сіздермен болған Назым Оңғарбаевна. Менің арнама лайк басып, тіркелу батырмасын басуды ұмытып кетпеңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет.